Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгін біздің енді отын тауықтарымыз бір тауық бар дейсіз әлі ақтың жоқпын тауықты. Өзім қыраққа да бүгін келген кемеге. Қыдыруда бара қарап отырған жоқпын. Бүгін менде мынандай жағдай болып тұр. Біз тауықтар тауықтың жұмыртқасын бәрін қосқанда 6 штук жұмыртқа аламыз күніне. Сіздерде де осындай август айында уже августтың ортасында ертең аяқ жағында тауықтарыңыз басқаларға индоктарыңыз басқысы келсе, шамай келгенше бастырпаңыздар. Күзде уже балапандар өсуі әлсіздей бастайды, уже дұрыс өспей алмайды, жетіле алмайды. Сол себепті тауықтарыңыз индоктарыңыз басқысы келсе, қаздарыңыз басқысы келсе бастырмаңыздар, шамай келгенше салқын суға салып отырсыңыздар. Бізде мінекей индоктар басқысы келіп жүр, жүндерін барлығын тастап жатыр. Мына толып тұр, жүндерін кішкене азайтып шашылып бәрі ұшып жатыр. Индоктар басқысы келіп жатыр, бірақ мен әлі бастырған жоқпын. Жұмыртқалардың барлығын алып тастап жүрмін. Басқан жағдайда ертең жатып қалған жағдайда суға салып алатын боламын. Сіздерге оны көрсететін боламыз. Сіздерге де кеңес айтамын, анадай уже басып жатқан жағдайда шамай келгенше басып қалғандарыңыз абзал. Әйтпесе балапандардың өсуі вообще әлсізденіп кетеді. Негізінде жалпы тауықтың да индоктың да басатын уақыттары март, апрель, майдың ортасына дейін басқыздар, одан кейін уже ширек жазда баста шамай келгенше басып қалғандарыңыз жөн болады. Уже ары қаратай балапанның өсу қабілеті төмендеп кетеді. Дұрыс өспей қалады, қыста уже бәрі бойлары өспей қалады. Мысалы менде өзімде алдыңғы неде болды, осындай ширек жазда бастырдым балапанды. Бастырып шығарттым, уже менікі балапандарым дейтін мынадай қыста уже сентябрь, октябрь, ноябрьдің уже балапандары жақсы өседі ғой, жалпы негізінде үлкендеу болады, кішкене ірі болады. 2 ай қалғанда уже балапандар өсуі вообще әлсіздеп кетті. 2 айлық балапан 1 айлық балапанға ұқсап кетті. Сол себепті сіздерге де кеңес беремін, мынадай уже үш ай жазда балапандарыңызды бастырып қалғандарыңыз жөн болады. Әзірге видео осы, келесі видеода көріскенше.